Сәлем достар, бүгін осындай ең қарапайым, оңай дайындалатын, өте дәмді болып шығатын торттың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен 5 жұмыртқаны ыдысымызға құйып, кішкене тұз, қажетті мөлшердегі қантты салып миксерлейтін боламыз. Бұл тортқа қажетті заттардың мөлшері төмендегі описаниеда көрсетілген. Сол жерден қарасаңыздар болады. Дәл осы видеодағыдай көпіріп, әппақ болғанша миксерлейміз. Енді ұнымызға 1 шай қасық қопсытқыш және қажетті какаоны қосып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін араласқан жұмыртқа мен қантымызға 2 бөліп, електен өткізіп қосатын боламыз. Ұнды електен өткізіп қосқаннан кейін лопатканың көмегімен төменнен жоғары қарай қозғай отырып, ешқандай ұнның түйірі қалмағанша араластырамыз. Міне, дәл осындай сұйық та емес, қатты қою да емес масса шығады. Енді оны 20 сантиметрлік ыдысқа құйып, қызып тұрған пеште 20-25 минутта пісіріп аламыз. Енді тортымыздың кремін дайындайтын боламын. Ол үшін бөлме температурасындағы сары майды миксерлеп аламын және оның үстіне вареный сгущенканы құйып, екеуін жақсылап араластырып миксерлейтін боламын. Мен үшін оңай крем осы болды. Сіздер өз қалаған кремдеріңізді пайдалансаңыздар болады. Және төмендегі комментарий бөліміне қандай оңай крем түрлері бар бөлісіп өтсеңіздер болады. Өте дәмді, өз формасын жақсы ұстайтын кремім дайын болды. Оны тоңазытқышқа салсаңыздар, өз формасын одан сайын жақсы ұстайтын болады. Міне, бисквитіміз де осындай көлемде пісіп шықты. Енді торттың бетіне құятын шоколадты глазур дайындаймын. Мен де шоколад болмағандықтан какаодан дайындайтын боламын. Ол үшін қантымыздың үстіне какао салып, оған сүтті құйып, жақсылап араластырып аламыз. Енді оны отқа қойып қайнатамыз, яғни 5 минутта қайнатамыз да астын сөндіріп, үстіне қажетті мөлшердегі сары майды салып, жақсылап бір масса шыққанша араластырып аламыз. Енді тортымызды жинайтын боламын. Ол үшін бисквитті осылай тең де 2-ге бөліп аламын.
Бисквиттің беткі бөлігін ең бірінші орналастырып, оның үстіне дайын кремді біркелкі етіп жағып аламын. Одан кейін бисквиттің астыңғы бөлігін орналастырып, оның үстіне де кремді жағып тегістеймін. Одан кейін қалған кремді жан-жағына жағып тегістейтін боламын. Міне дәл осылай торттың кремдерін жағып шығамын. Енді оның үстіне шоколадты глазурды құямын. Менде шоколадты глазур сәл қоюлы болғандықтан біркелкі болмай шықты. Егер сұйықтау болса, барлығы біркелкі болып шығады. Енді тортымыздың жан-жағына үгітілген арахистарды орналастыратын боламыз. Сіздер өз қалағандарыңызша тортты сәндесеңіздер болады. Мен осылай сәндедім. Міне менің тортым осылай болып шықты. Дәмі өте ерекше, дәмді және жіп-жұмсақ болып шықты. Егер де видеом ұнаса, лайк басып, төменге пікір қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Баршаңызға ас болсын.